Ана тілім ардағым, ана тілім жарып шыққан жүректен, оны маған атам қазақ үйреткен, бірақ та оны қолдана алмай өмірде, қамауымен қанша талай жыл өткен. Сонау жастау кезімде, әлі менің есімде, табиғаттың сырларын, замананың қырларын өз тілімде айта алмай, үнсіз әрке жыладым. Ана тілім ана сүтпен берілген, күйінесің кей кезде, қалай ғана қиналмай қазақ одан жерген. Келімсектің тілінде сайрады бала шағамыз, бүлтіксіз оны меңгерсек, ұшпаққа ұшып барамыз, деп ойладық бір кезде. Кіріп тарлық күн кештік, өзімнен туған баламен басқа тілде тілдестік. 70 жыл жылжып өткенде, жерге басым жеткенде, ұшыраған қыспаққа көз салайық ұрпаққа, тілінен де безінген, дінінен де безінген, жарық дүние сыйлаған, қолда бардың барлығын баласы үшін жинаған, анадан да безінген, өмірінің жалғасы баладан да безінген, шіркін-ай осы жандардан ботасын іздеп боздаған, артық-ау дерсін бозінген. Тоталитар заманда не көрмеді қазақтар, ана тілде сөйлесе ұлтшылсың деп мазақтар. Марқұм сағат айтқандай, масылдар билеп асылды, адалдықты жасырды, қалта толы қарын тоқ қандасына ат оқ, шыңғыра шындық айтқанға, алартты қызыл көздерін өзгерте қойып сөздерін, қуыс кеуде болса да лепіре келіп сөйледі, көзіне ілмей өзгені, дүниенің төрт бұрышын көтергендей өздері, орысша жақсы сөйлеген артық деді өзгеден. 54-ші жылдары тыңды игеру басталып, шашал десе басталып, қазақша болған мектепті орысшаға аударып, амал менен ептепті. Масылдардың еңбегі босқа зая кетпепті. Сатып диплом алып та, жиһазға үйі толып та, тілді қайтсын ондайлар ойлағаны болып та. Нағашысын жиенін, қызы менен күйеуін, құдалар мен құдағи өңкөй саңлақ бір ылғи, апасы мен жездесін, осылардың жерлесін қамқорына алып та, асылдар қойған сауалдар өз жайына қалып. Осының бәрін ойласаң, өз қандарын ойлаған, қу дүниеге тоймаған масылдардың кесірі. Өзгерген мынау заманда, масылдар көңілі басылды, шүкіршілік оғанда. Үлкенді кіші жас болып, ақсақалдар бас болып, үйретейік жастайдан ана тілді балаға. Келешек осы жеткіншек, қамқор болсын әрдайым жас ұлғайған анаға. Қазақ тілін үйренсін, жамандықтан жиренсін, тазарып жас жандары тамаша бір күйренсін. Дегенім емес ол бірақ, орыс тілін ұқпасын, тек әйте бір тілегім, ана тілдің ақ туын өмір бақи шықпасын. Меңгерсін біздің ұрпақтар, басқұлттардың тілінде, егеменді ел болдық, Құдай жазса бұл күнде. Әр ұлттардың өкілі, мекен деген жерімді, отау тігіп ел болып, оғынан бірақ көрінді, өлгеніміз тірілді, өшкеніміз жағылды. Бәріңе айтам замандас, жалқау болмай көзіңдаш, кем қалмасын тіліміз бен дініміз, мәңгүрттер осы көбейген, үйреткенше оларда жеңіл болмас жүгіміз. Ей құрметті жарандар, бәріңнің де балаң бар, бәріңнің де анаң бар, күн жетті енді абайлар. Рахмет. Алдымызда тұрған Закура Көкебайқызы Усенова ақын қыз өзінің шығармашылығы «Ана тілім, дана тілім» деген шығармашылық поэмасымен.